Салем, достар. Ал бізде 9-шы пранк. Тоже жесткий. До конца он не болса да кеттік. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Ай, саламат бол, қайсың? Нұрғабыл ата, да? Ау? Нұрғабыл деген атайсыз ба? Иә. Өзім бұл. Мен анау тракторыңыз сатам дегенсіз ба? Через знакомый біліп едім. Иә. Қаншаға сатам деп атсыз? Ол енді 1,5 миллион деп отыр бұны. 1,5 миллионға ма? Аха. Не ғой, со тракторыңызға былай. Үстінен бір 2 миллион қосып берсем, велосипедтің педалін салуға бола ма, атай? Велосипедтің? Иә. Алло. Иә, велосипедтің педалін салсам, 1 миллион қосып, просто подругаларымызбен клубқа барайын дегенбіз ғой, атай. Велосипедті қалай саласың ол педаль? Алло. Алло, сен біздің әкең бар өзі? Әкем бар. Есі соғын? Бірақ үйде жоқ қазір, просто әжем ғана вообще үйде ешкім жоқ. Мен түсінбей жатырмын. Трактор кімге керек болады өзі? Кіммен сөйлесіп жатсың? Не алайын деп едім ғой, трактор. Анда шалың даусы ғой. Алло. Алло, есім кім? Бұл кім айтады? Мені Елизабет деп айта бер. Елизабет нес? Велосипед емес, Елизабет дейм. Елизабет дейм. Трактор алып жатырмын да, не ойын атымды? Сен тракторыңды қоя тұр. Алло. Алло. Тракторыңды қоя тұр дейм. Сен өзі айтшы. Апшуың тұра ма өзі? Апшуың тұра ма дейм. Қалдағанда сұрап отыр, мазақ қылып тұрсыңдар ма, қайсың бұлай? Мазақ қылғанда сен қай жылқысың өзің? Мен 58-мін. Мен 60-сың. Шиколығынсың ғой сен, анау. Амилайдың жігіті бар, менің жігітім жоқ, не мен соны? Алло. Апшуың тұра ма? Бұл онда. Қалай айтсам екен? Айтсаң тез. Кемпір қайтыспағаннан кейін кетті ғой бәрі. Не қылыңдар, жаңа тракторды алатын болдыңдар ма? Алло. Ренжімеңіз, мына жақта. Әжем тоже шалынан айырылған. Трактор не қылыңдар, алатын болдыңдар ма тракторды? Не ғой, апшуыңыз шында да тұрмай ма? Тұрады ғой енді. Тұрмаған сұрағын. Алло? Сен өзің... Алло, атай? Атай бұл пранк. Пранк дейм, пранк. Пранк нес? Атай. Әзілдейм. Пранк. Атағына қалып, не алдап тұрсың сені? Атай. Не алдап тұрсың сен? Қандай әзілді? Атай, ренжімеңіз осындай.